таң қымбатты көрермен. Алматыда бүгін күн жылы, ауа райы сондай керемет болып тұр. Біздер жақсы жаңалықпен бөліспекпіз. Шаһарымызда жолаушы тасымалдау саласы бойынша бірнеше жобалар қолға алынды. Мәселен, күні кеше экологиялық таза отынмен жүретін жаңа автобустар қолданысқа берілді. Негізі экологияны ластауда автокөліктердің үлесі зор екені белгілі, сондықтан да қоршаған ортаға келтірер зиянды төмендететін және тиімді болатын әдістерге біртіндеп көшкеніміз әрине орынды. Бізге дәл қазір нақты ақпарат беру үшін менің жанымда жолаушы тасымалдау басқармасының бас маманы Айдос Мұсанов тұр. Қайырлы таң, Айдос мырза. Қайырлы таң. Айтыңызшы, жалпы бұл автобустар қалай жұмыс істейді? Оның ерекшелігі неде? Бұл автобустардың ең басты ерекшелігі экология жағынан келсек те, экономикалық жағынан келсек те, тиімді, қолайлы және жолаушыларға қауіпсіз болып келген жағынан тиімді. Себебі бұл CNG газбен жүретін болғандықтан, бұл бензиннен және де дизель отынына қарағанда қоршаған ортаға, экологияға 0,1% көмірқышқыл газын 100 километрде бір бөледі. Яғни 3 есе артық экологияға деген тиімділігі. Бүгінде енді қанша автокөлік бөлінді, қолданысқа берілді? Қазіргі таңда қолданысымызда 40 автобус берілген, болашақта енді 110 көлік беріледі деп күтілуде. Жоспарда бар. Жоспарда бар. Біз қазір автокөліктің ішіне кіріп көрсек болады. Жалпы мұнда жүргізушінің жағдайын тексеретін, бақылайтын арнайы датчик орнатылған екен, иә? Ол қалай жұмыс істейді, айтыңызшы? Жүргізушіні бақылайтын датчик бізде ол жүргізуші отыратын орында орналасқан. Ол жүргізуші жұмыс басталғаннан бастап, оның денсаулығын барлық жағынан бақылап қарайды. Яғни ұйқысы келсе, басқа да жағдайлармен давлениесі көтерілетін болса, барлығын бақылап тұрады және белгі беріп тұрады. Арнайы сигнал береді. Арнайы сигнал береді. Себебі біз жолаушы тасымалдағандықтан адам өміріне жауап береміз. Қауіпсіздік ең бірінші орында біз үшін. Міндетті түрде. Және де мұнда жолаушылар ағынын тексеретін, бақылап отыратын арнайы ақпарат жүйе орналасқан, иә? Бізде жолаушылардың кіріп шыққанын есептейтін арнайы жүйе орналасқан, ол интернет арқылы жұмыс істейді. Яғни оның ешқандай өрескел жіберетін қателіктері болмайды. Себебі ол турасынан есептеп тұрады. Кірген шыққан адамдардың санын біз есепке алып, нақты көре аламыз, қанша жолаушы автобуста жүргенін. Рахмет, Айдос мырза. Мінеке қымбатты көрермен, сыйымдылығы 90 адамға арналған экологиялық таза отынмен жүретін автобустар міне осы. Жалпы экологияны қалыпты ұстауда осындай арнайы жобалардың болған әрине маңызды, бірақ та қоршаған ортаны қорғауда әрқайсымыздың жауапкершілігіміз бар екенін еске салғымыз келеді. Сондықтан да табиғатты таза ұстауды, қаламызды таза ұстауды әрқайсымыз өзімізден бастайық, қымбатты көрермен. Біздегі ақпарат әзірге осындай. Әріптестер, кезек өздеріңізде.